Нұрдәулет Ақыш Бабиханұлы, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымдарының докторы, құрмет орденінің иегері, бірнеше әдеби сыйлықтардың лауреаты, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының құрметті азаматы. Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында дүниеге келген. 6 жасымнан шамамен алғанда үйге біздің газет, журналдар келе бастады. Ол замандарда жұмысшыларға, қойшыларға сыртынан жазып қоятын, біздікі малдауыл, бәрін жазып тастайды газет журналдарды, бірақ оны үнемі алып тұруға уақыттары жоқ, қойшыларға анда-санда бір барады. Сол әкем поштаға барады екенде, ай, қарғаларым, менің бір жаман балам береді, соған бір газет журналдар беріңізші, оқысын деп алып келеді екен. Балаңыз қанша жаста дейді, мен жасымда айтқанда ана поштадағы қызметкерлер қомсынып қалады да, жаңа қойшыларға бармай жатқан газет журналдардан әкеме қысырып жібереді екен. Мен солардың өте жаңа иісімен, баспахананың иісімен оянып жүрдім. Өйткені ол кезде қорғасынға бастырады, газет журналдардың иісі бір жақсы әдемі иіс сияқты болып көрінді. Ал Нұрдәулеттің мектепке баруының өзі бөлек бір оқиға. Бір күні қарасақ, екі әдемі киінген жігіт сол ауылға жаяу көтеріліп келе жатыр екен. Жолға жақын еді, таудың баурайы. Мынау балаларды мектепке жазып жүрміз. Сіздің балаңыз мектеп жасына жетті ме деп еді, әкем айтты, мектеп жасы қаншадан? 7 жастан бастап бару керек. Менің балам 7-ге келді, бірақ миы толған жоқ, мектепке бармайды деп, жаңа кісілерді ұрсып қуып жіберді. Келесі жылы сол қыркүйек айы басталғанда ауыл жым-жырт болып қалды тағы да. Өйткені балалардың бәрі оқуға кеткен, күн ыстық. Мен есік алдында көңілсіз, сол не істерімді білмей, бір өте көңілсіз қалыпта жүрдім. Жол жақтан тағы бір екі жігіт келе жатыр екен. Біреуін тани кеттім, былтырғы жігіт. Сосын жүгіріп үйге кірдім. Ойбай, ана былтыр оқуға бала жазып жүрген кісілер келіп жүр дедім. Әкемді киініп сыртқа шыққанша олар шеткі үйге бұрылып, ол үйдің балалары оқуға барып қойған, қайтадан шыққан екен. Сонда әкеммен сөйлесіп тұрып айтты, мына балаңыздың жасы асып кетті. Биыл оқуға бару керек. Деген кезде әкем айтты, тағы былтырғы әңгімесін жалғастырып жатыр. Баламның миы толған жоқ деп еді. Мен ата, сіз сөзді қойыңыз. Мен мына балаларды, өзімнің учаскемдегі балаларды мектепке тартпасам, мені жұмыстан қуады. Мені нанымнан айырылсын деп тұрсы ба деп жаңағы жігіт қаттырақ айтты. Сонан әкем амалсыз мені 8 жастан асқан кезде сабаққа берді. Зерек оқушының талабы мектеп қабырғасында білінді. Алайда шалғайдағы шәкірттің жазбалары республикалық басылымдардан көрінген жоқ. Өйткені бізді жарияламайды деп ойладық, жарамайды деп ойладық. Сондай бір тартыншақты ой болды. Жоғарғы оқу орнына түскен кезде, филология факультетіне, арамызда мектептен танылған балалар да бар болып шықты. Және сол кездегі мына Қазмудың журналистика факультеті, филология факультетінің балаларымен араластық. Олардың ішінде де талантты өте көп балалар жастайынан танылған екен. Тіпті республикалық ірі басылымдарға жіберіп аты шыққан балалар болды. Ал мен жіберген жоқпын. 60-шы жылдардың аяғында ол Алматыға келеді. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының филология факультетіне оқуға тапсырады. Емтихан қабылдаушы академик сыншы Серік Қирабаев еді. Ол кісі қасындағы Бейсенбаева деген қазақ тілінің әдебиетінен отыратын апай бар еді. Кейін таныстық қой енді оқуға түскеннен кейін. Көңіл күйлері жоқ екен, қабақтары түйгілі. Менің сұрақтарымның ішінде Сәбит Дөнентаев болды, басқа да бір сұрақтар болды. Мен сол Сәбит Дөнентаевтың бір екі өлеңін жатқа оқып бердім. Сөйтіп едім, Серік ағамыздың көзі жайнап, өзі түсі суықтау адам ғой. Қасындағы кісіге айттым, мына баладан айырылып қалмайық деді. Мына баланы түсіру керек, бағаннан бері байқап отырса ғой Гүлеке деді. Сөйтіп мен оқуға түсіп кеттім. Балалар әдебиетін жазуды мен сол мектепте жүргенде-ақ бастадым. Бірақ жаңағыда айтып отырғандай жарияланған жоқ. Сол мектепте оқып жүргенімде өзім көрген бір шана туралы, сырғанақ туралы бір шығармалар жаздым. Велосипед туралы, енді олар көркемдік тұрғыдан әрине кемшілігі мол. Бірақ 9-шы сыныпты бастап жүргенде бір повестің басын бастадым. Повест жазатын болып, бір жаңа мектеп, жаңа мұғалімде солардың әсерімен жаздым ау деймін. Жарияланбады. 4 дәптерге оқушы дәптерімен жаздым. Бірақ кейін осыны мен Момақан қыз деген
соңғы кітаптардың біріне енгіздім жөндеп. Сөйтіп қарасам, бұлай жарайтын сияқты. Енді оған менің қосқаным бүгінгі заманның тынысы, бүгінгі заманның мына техникалық жағдайлар, соны шептеп бояуын келтірдім де, сол повесімді сол қалпында кітап ұсынып едім, редакторлар жылы қабылдады. Және шамалы қысқартып берді, повес емес әңгіме деп берді. Балалар әдебиетіне шығарма, өлең жазатын қаламгерлердің жаны таза, бала секілді ақ көңіл болатынын бірнеше рет байқадық. Бүгінгі кейіпкеріміздің де көңілі сәби секілді тап-таза. Ал әңгімесін тыңдасаңыз, әдеби шығарма оқып шыққандай күйде боласыз.